Бірер уақыт бұрын Рамазан айын асыға күтіп, сол айға аман-есен жетсем екен деп жүрген едік. Енді, міне, Рамазанды да тәмамдап, оның артынша келетін Шәуәл айына қадам бастық. Бұл ай Рамазаннан кейінгі ерекше кезең, әрі мұсылманның рухани кемелденуіне берілген тағы бір мүмкіндік. Шәуәл айының маңыздылығы. Шәуәл, қасиетті Рамазан айынан кейін келетін ай. Бұл айда мұсылмандар Рамазаннан алған имани қуатын сақтап, құлшылықтарын жалғастырады. Пайғамбарымыз Мұхаммед бұл айдың үлкен сауабы бар екенін атап өткен. Шәуәлдің 6 күн оразасы. Шәуәл айында ұсталатын 6 күн оразаның артықшылығы туралы пайғамбарымыз. Кімде-кім Рамазан айының оразасын ұстап, сосын оған Шәуәл айының 6 күнін қосса, ол 1 жыл ораза ұстағанмен тең деген. Яғни, бұл ораза Рамазанның толықтырылуы іспетті және мол сауапқа кенелтеді. Оразаны қатарынан немесе үзіліспен ұстауға болады. Қаза намаздар мен қаза оразаны өтеу. Егер Рамазан айында белгілі бір себептермен ораза қаза болса, онда оны Шәуәл айында өтеуге болады. Сондай-ақ бұрынғы жылдардағы қаза намаздарын өтеуге де ыңғайлы уақыт. Нәпіл ғибадаттарды көбейту. Шәуәл айы нәпіл ғибадаттарды көбейтудің тамаша мүмкіндігі. Осы айда жасалатын ізгі амалдар. Құран оқу, қасиетті кітапты үнемі оқып, мағынасына терең үңілу. Садақа беру, мұқтаждарға көмек көрсету. Дұға жасау өзімізге, отбасымызға және бүкіл үмметке жақсылық тілеу. Түнгі намаз, тахажжуд, иманды күшейтетін маңызды ғибадат. Зікір айту, Алланың есімдерін еске алу, истиғфар жасау. Пайғамбарымыз айтты, кім Алланы еске алуды көп жасаса, оның күнәлары теңіз көбігіндей көп болса да кешіріледі. Құрбан айт пен қажылыққа дайындық. Шәуәл айы Зул-қағда және Зул-хижжа айларына дайындық кезеңі. Бұл айда қажылыққа дайындалатын мүминдер өз ілімін арттырып, жүрегін тазартады. Сондай-ақ құрбан айтқа әзірлік жасап, құрбандық шалуға ниет етуге болады. Отбасы мен туыстық байланыстарды нығайту. Шәуәл айы отбасыға көбірек уақыт бөліп, туыстық қарым-қатынасты нығайтудың тамаша мүмкіндігі. Мұсылман адамның туған туыстарымен араласуы, қарым-қатынасын жақсартуы үлкен сауапқа жеткізеді. Осы айда ата-анаға құрмет көрсету, туыстармен байланыс орнату, ренжіскендерді татуластыру, жетім-жесірлерге көмектесу, қайырымдылық жасау маңызды. Пайғамбарымыз айтты, кімде-кім туыстық қарым-қатынасты үзсе, ол жәннатқа кірмейді. Күнәлардан арылу және тәубе ету. Шәуәл айы тәубе етіп, өткен қателіктерімізді түзетуге мүмкіндік беретін ерекше кезең. Алла тағала әрбір шынайы тәубе еткен құлын кешіреді. Сондықтан осы айда күнәларымыз үшін истиғфар айту. Пайғамбарымыздың сүннетіне сай өмір сүруге талпыну. Жүректі рухани тазарту, ішкі дүниемізді дұрыстау қажет. Пайғамбарымыз айтты, ақиқатында Алла тағала тәубе етушіні жақсы көреді. Құрметті бауырлар, Шәуәл айы бізге Рамазаннан кейін де құлшылығымызды жалғастыруға мүмкіндік беретін ерекше уақыт. Бұл айды босқа өткізбей, құлшылықтарымызды күшейтіп, Алланың разылығына ұмтылайық. Алла тағала баршамыздың жасаған ғибадаттарымызды қабыл етсін. Әмин.